Қайырлы күн баршаңызға. Егер де үйіңізде қарайып бара жатқан банан болса, оны тастамай менімен бірге шайға тез дайындалатын өте дәмді үлпілдеген кекс пісірсеңіз болады. Алдымен ыдысқа бананды салып, сәл езіп аламыз. Одан кейін біртіндеп қантты жұмыртқаны үй температурасындағы сары майды салып, блендермен бір келкі болғанша еземіз. Массамыз бір келкі болып езілді. Енді елегіштен өткізілген ұнға қопсытқыш қосамыз. Банан массасына салып, ұнды араластырамыз. Енді кекс пісіретін қалыпқа қағаздарды салып шығамын. Қасықпен сәл ортасынан көбірек етіп, қамырды құямын. Көп құйып жібермеңіздер, піскенде қамырымыз көтерілетін болады. Алдын ала қыздырып алған 180 градус пеште 20-25 минут қызарғанша пісіреміз. Кекстеріміз дайын болды. Енді қалыптан шығарып, суытып, қант ұнтағын сеуіп әсемдейтін боламын. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ үлпілдеген болып кекстеріміз пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеом пайдалы болса арнама тіркеліп, лайк, қоңырау белгісін басып қойыңыздар.